Атырау бүгін жаңбырлы, ал жаңбыр ол жер-ананың ғұсылы. Ғұсыл деген тазару, тәніміздің тазаруы. Барлығымыз жер-анадан жаратылғаннан кейін біз бұл табиғаттың циклінен бөлек емеспіз. Біздің молекуламыздағы бүкіл элементтер, су болсын, басқа да темір болсын, топырақтағы барлық элементтер біздің де денемізде бар. Яғни дәл қазір тұрған жеріңізде, тұрған қалаңызда табиғатта қандай цикл орын алып жатыр, сіздің де денеңізде дәл сондай циклдер орын алып жатыр. Сіз табиғаттан бөлек емессіз, сіз табиғаттан жоғары емессіз, табиғатпен біргеміз біз деген. Сондықтан осындай мүмкіндіктерді пайдалану керек әрдайым. Яғни тек физикалық түрде емес, менталды, рухани даму үшін осы бір табиғаттың циклінде пайдалану болады. Мысалы, сіздер білесіздер, су деген бағанағы электронды немесе электр тоғын өте жеңіл өткізеді, өте тез өткізеді. Сосын естігенде шығарсыздар, су техникасын, суды стаканға су құйып, соған өз тілегіңді айтып ішіп қою. Яғни ол тез орындалады. Ал мынандай нөсерлеп немесе дәл осындай бағанағы аспаннан жаңбыр жауып тұрғанда өз келе жатып, өз ойымызбен, қиялымызбен аффирмация айтып жүрген өте сондай пайдалы бір техника. Аффирмация дегеніміз позитивті сөздер, позитивті ұстанымдар. Біздің түп санамызда әртүрлі ұстанымдар қалыптасқан, шоғырланған, жиналған, осы өмір бойы жинап келе жатырған бір тәжірибелеріміз бар, бір наным сенімдеріміз бар деген сияқты. Соларды тазарту үшін аффирмация өте жақсы көмектеседі. Мысалы, мен баймын, мен бақыттымын, немесе менің денім сау, мен әдемімін. Кімге қандай аффирмация керек, сол бойынша бағанағы өзіне таңдау болады. Бірақ ешқашан негативті сөздер қолданбаңыз. Мысалы, мен қарыздарымнан құтылып жатырмын, менің қарыздарым аз, немесе мен ауырып жүрген жоқпын деген сияқты. Яғни бұл сөздердің ішінде қарыз деген сөз бар, аз деген сөз бар, ауру деген сөз бар. Олардың орнына бағана позитивті түрде айтамыз. Яғни мен баймын, мен бақыттымын, менің денім сау. Яғни бұл осы кетіп бара жатырып, осы сөздерді қайталай бересіз. Бірнеше сөзден тұру мүмкін, немесе екі сөзден тұру мүмкін, немесе бір сөзден тұру мүмкін. Мысалы, мен миллионермін, екі сөз, мен миллионермін. Осыны қайталай беру, түп санаңызға бағана жаңа бағдарлама жазады. Бұрынғы бағана ескі шлактарды кетіреді де, оның орнына жаңа бағдарлама жазады. Үйге келіп жылынып, кішкене кеуіп жатырмын. Жаңа айтқан аффирмация дегеніміз өзінің ойынша балшықта батып шыға алмай жатқан адамдар үшін таптырмас техника. Яғни өзіңнің түп санаңды тазалау. Түп санаңдағы балшықтарды сол позитивті ұстанымдармен құйып, сол балшықтарын шығарып, сол позитивті ұстанымдарды қалдыру. Сол бойынша айналаңды тазарту, айналаңды жақсарту. Өзіңнің айналаңа, яғни өзіңнің айнаңды түзету былайша айтқанда. Аффирмация ол барлық адамдарға бара бермейді, яғни рухани дамудың әр бір сатысында өзіне сай бір техникалар деп айтуға болады, өзіне сай бір жүгінетін тәсілдер болады. Бірақ егерде сіз психологиямен енді танысып жатсаңыз, эзотерикалық техникаларды әлі дұрыс білмесеңіз, яғни осы жолда болсаңыз, өзіңізді тану жолының бағанағы бастапқы бір қадамдарын жасап жатсаңыз, аффирмацияны қолданыңыз. Ол өте керемет, тазарту, жаңарту, жаңа бір бағдарламаны орнату техникасы, тәсілі. Аффирмация дегеніміз жалпы мына сыртымызды, яғни айналамызды, былайша айтқанда айнамызды тазарту. Мысалы, осы сияқты айна, мен айтып жатырмын ғой видеода, сен айнаңды тазартпа, бірінші ішкі дүниеңді тазарт, ішкі дүниеңді тазарсаң, айналаң сондай бола бастайды. Бірақ жалпы осындай физикалық түрде айнамыз, сол қараймыз ғой айнаға мысалы, сол айнамыздың өзі айғыз болып тұрса, лас болып тұрса, оның өзі де дұрыс емес қой. Сондықтан сол айнамыздың өзінде бағанағы ішкі жұмыс жасамай, сол айнамызды яғни тазарту үшін аффирмация өте бір сондай таптырмас техника. Сол аффирмацияңызға мысалы мен баймын, мен бақыттымын деген бір аффирмацияны алайықшы. Сол сөзді бастапқы кезде механикалық түрде, яғни сол сөзге сенбесеңіз де айта беріңіз.
жайлап сол сөз тіркестеріне, сөз ұйқастарына сезіміңізді, жүрегіңізді қосыңызшы. Мен баймын, мен бақыттымын. Бір 2-3 секунд қосып, сол сөздерді сезіп көріңізші. Сол сөздердің дәмін сезіп көріңізші. Тәтті ме? Негізі сол сөзбен, яғни ақылмен жүрек қосылса, 1000%-ға жылдам орындалады техника. Кез келген бағанағы сіздің ойыңыз, қалап жүрген нәрсеңіз тез орындалады. Мимен жүрек қосылса. Бірақ бастапқы уақытта бағанағы мидың жұмысымен жайлап, былайша айтқанда моторыңызды қыздырып алып кетіңіз. Енді кез келген бағана қоқысты миыңызға үйе бергеннен позитивті ұстанымдарды бағана айтып, соны сіңіре беру пайдалырақ, дұрыс па? Яғни осы техниканы қолдансаңыз, өте керемет. Қазіргі бағанағы өзіңіздің ойлап жатқан бағанағы балшығыңыздан, сол шұңқырыңыздан, қанша шұңқыр терең болса да, бағана көкжиек сізге әлі көрінбей тұрса да, осы техниканы айтып жүрсеңіз, айналаңыз тазарып, сондай бір туннельден жарық көріне бастайды. Әр адам енді әртүрлі, әр адамның өзіне сай тәжірибелері бар, өзіне сай өмірлік жағдайлары бар. Мына позитивті ұстанымдарды, яғни аффирмацияларды айта бастағанда, адамның өмірінде, айналасында бағанағы өзгерістер тез арада көрінеді. Бірақ ол өзгерістер бірден көзімізге, бағана санамызға позитивті болып көрінбеуі мүмкін. Себебі сол бағана позитивті ұстанымдар, яғни аффирмациялар, ең бірінші ішіміздегі жараны, ішіміздегі қоқысты, былықты тездетіп сыртқа шығару мүмкін, шығара бастау мүмкін. Ол қоқыстар сіздің өміріңізде онсыз да жатыр. Ол қоқыстар онсыз да сізді жайлап төменге тартып, жоғарға көтерілуіңізге мүмкіндік бермей жатыр. Бірақ осы аффирмациялар ол қоқыстарды шайқап, ол қоқыстардың лұқсып, тез шығуына себепші болады, мүмкіндік болады. Сол уақытта сіз қорқып қалмауыңыз керек. Ойда жоқта сіздерді бағанағы ренжітетін адамдар, сіздің өміріңізде бағанағы көршілердің тарсылы, айқай-шу, немесе сондай бір бұлай күндері жай кездесетін, немесе ондай көп кездеспейтін нәрселер көбейіп кетуі мүмкін. Ұрыс керіс көбейіп кетуі мүмкін, бағана ойда жоқта. Сонда біліңіз, яғни аффирмациялар жұмыс жасай бастады. Мысалы, мынау сіздің түп санаңыз. Менің жұмысшыларым сволочтар, ана кетіп бара жатқан жүргізуші сондай бір тупой, дурак, менің бастығым оңбаған деген сияқты, мынау сол түп саналар. Өмірде ақша өте ауыр келеді, тағысын тағы, байлар олар ұрлар деген сияқты, президент өтірікші, ұры, и так далее, и тому подобное. Соның барлығы жиналып қалған түп санаңыз. Сіз аффирмацияны айтып жатырсыз. Басталды, яғни ішінде сіздің түп санаңыз қопарыла бастады. Міне қопарылып жатыр, яғни сіздің өміріңізге бұл ұнамайды. Бірақ біртіндеп не істеп жатыр? Тазарып жатыр, ағарып жатыр. Біртіндеп ағарып жатыр. Байқадыңыз ғой? Міне қараңыз. Жаңа қып-қызыл болып тұрған, сіздің қызарып тұрған, қанап тұрған, былайша айтқанда түп санаңыз, міне тазарып келе жатыр. Мен баймын, мен бақыттымын, мен сондай сәтті адаммын. Менің өмірім тамаша, менің көңілім тамаша. Мен сондай бір сұлу жігітпін немесе қызбын. Мен болған қандай тамаша. Өмір керемет. Менің жолым болғыш. Мен миллионермін. Қайда жүрсем де сәттілік менімен бірге деген бағана түп санаңызға құйып жатқан позитивті ұстанымдарыңыз. Енді кейбір қоқыстар қалар ішінде, бірақ бағана қып-қызыл болып тұрған, яғни қанап тұрған түп санаңыз енді жасарды, жақсарды. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, бағана да ескерттім, даму жолының әрбір сатысында әртүрлі
бір техникалар немесе бір тәсілдер болады. Мысалы сол аффирмация арқылы өміріңізде кішкене бір өзгерістер келді, кішкене дегенде сол өзгерістер көріне бастады, сіз сол аффирмацияның бағанағы әсерін сездіңіз, көрдіңіз, содан кейін рухыңыз қатая бастайды, нығая бастайды. Сол кезде сезесіз. Аффирмацияны ол кезде сөзбен емес, жүрекпен айтатын боласыз. Яғни ол кезде сөздің керегі болмайды. Мысалы, мен байымын, мен миллиардермін деген сөзді жалпы оймен қиялдап жүрегіңізге әкелесіз. Ол да бір аффирмация. Яғни ол тағы бір саты, тағы бір дәреже. Жақсы, бай болыңыз, бақытты болыңыз, түп саналарыңыз тап-таза болсын, мөлдір болсын. Бәріміз осы байлықты, бақытты бірге көрейік. Қуанышты, сәтті, керемет күндерде жолға берейік.